Айқын Төлепберген шоу-бизнестегі әріптестерінен қалыспай солармен бірге бір қатарда жүрмек. Қалай дейсіз, онда көп сөз бай айтайық. Алла қаласа кино түсірейін деп жатырмын, дерім бәрі таңғалады. Айқын Төлепберген кино түсірейін деп жатыр. Сен кино түсірейін деп жатсың ба не? Қал өзің түсіресің ба дейді, бірінші сұрақ. Өзің түсіресің ба дейді, қалай өзім түсірем? Өзім түсіргенде продюсер ретінде болып. Қате естіген жоқсыздар, отандық кинотуынды жақында тағы бір әншінің жұмысымен толықпақ. Айтпақшы, бұл жолы тым болмаса кино түсірген әріптестеріңізден таңдаған жанр бойынша ерекшеленерсіз. Жанры романтикалық комедия. Тағы да сол бұрынғы комедия? Себебі қазақстандық фантастический кино шықса, сіз бармайсыз оған. Себебі фантастикалық кино түсіру үшін бюджет деген миллионнан асу керек. Анау спецэффекттардың. Оның Ресейдің өзі түсіріп жатқанның өзіне де оған ешкім барып жатқан жоқ. Себебі оған фантастиканы бәрібір түсіре алмаймыз. Барлығын өзіңізбен салыстырғанды жақсы көреді екенсіз, дегенмен басқа да себеп бар сияқты. Комедия және комедияны түсіру өте жеңілдеуді басқа киноларға қарағанда. Енді түсінікті, бірақ кейбір әріптестеріңіздің жеңіл кино түсіріп еңбектері ақталмай қалғанын білетін боларсыз. Сондықтан қатты босаңсып кетпеңіз. Жарайды, одан да романтикалық комедияның сюжеттік желісіне тоқталсақ. Алла қаласа сценарийін жазып жатырмыз уже. Сценарийін бастадық. Кім түсіреді, кім жазып айтпай қойын. Өзім де атсалысып жатырмын. Себебі қанша дегенмен опыт менде өте көп бұл жанрдың. Бейнебаян көп түсіріп жатырмын. Сондай-ақ Айқында өзінің алғашқы фильмінде рөлдердің бірін сомдайтын болады. Ал туындысына әнші күз айында кірісіп, келесі жылы көрермендерге ұсынуды жоспарлауда.